сәлеметсіңдер ме, құрметті оқушылар? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы қазақ халқының материалдық мәдениеті және қолданбалы қолөнері. Сабағымыздың мақсаты қазақ халқының мәдени жетістіктерін сипаттап, материалдық мәдениетінің маңызды жетістіктерін анықтау. Ал енді келесі кезекте жалпы біз өткен сабақтардан мәдениеттің екіге бөлінетіндігін білеміз. Яғни материалдық мәдениет және рухани мәдениет. Енді ой қозғау. Материалдық мәдениет дегеніміз не? Еске түсіреміз. Киіз үй неліктен көшпелілік өмірге неғұрлым бейімделген баспана болып табылатындығын есіңе түсір. Көшпелілерде баспаналардың тағы қандай үлгілері кездеседі? Қолөнердің үй кәсіпшілігінен қандай айырмашылығы бар? Кілт сөздер. Киіз үй қазақ халқының дәстүрлі баспанасы, қазақ халқының дәстүрлі қолөнері, қазақ халқының үй кәсіпшіліктері, сәндік қолданбалы өнер, ою өрнектерінің символикасы. Материалдық мәдениет жәдігерлерден және технологиялардан тұрады. Материалдық мәдениетке баспана, киім-кешек, әшекейлер, қолданбалы өнер заттары, қару-жарақ және ыдыс-аяқтар жатады. Сонымен киіз үй біздің ата-бабамыздан келе жатқан қазақтың ежелгі баспанасы, мақтанышы және мүлкі. Киіз үй біздің заманымыздың 7 ғасырынан бері пайдаланылады. Көшпенділер өмір бойы жыл мезгілдеріне сәйкес көшіп қонып жүрген. Яғни киіз үй көшпелілердің осындай өмір салтына ыңғайлы тұрғын үй болып табылған. Киіз үйдің ағаш қаңқасы, бөлшектенетін торлы қабырғалар, кереге, дөңгелек төбесі, шаңырақ пен шаңырақты ұстап тұратын иілген күмбездік уықтардан құралады. Киіз үйдің ағаш бөліктерін талдан, қайыңнан, қара ағаштан, көктілектен жасайды. Үйге кіретін жерде жарма есік бекітілетін жақта орнатылады. Киіз жабындар жылқының қылы мен қой жүнінен есілген арқандармен бекітіледі. Үйдің жасау жабдығы киіздер, тоқылған кілемдер, төсеніштер мен әр алуан ағаш және былғары бұйымдардан тұрады. Киіз үй көшпелі өмір үшін мінсіз баспана ғана емес, сондай-ақ ғаламның моделі болды. Киіз үйдің күмбезі аспанның, шаңырақ күннің, ошақ пен киіз үйдің дөңгелек кеңістігі жердің нышанын білдіреді. Сонымен назар аударыңдар. Киіз үй кеңістігі 5 бөлікке бөлінеді. Ошақ, қонақтарға арналған орын, еркектерге арналған орын, әйелдерге арналған орын және босаға. Орталығында ошақ болғандықтан, кіретін жерге қарама-қарсы төр, яғни қонақтарға арналған құрметті орын. Бұл жерде сәнді кілемдер, көрпелер, жастықтар жиылған сандықтар, мылтықтар мен сәнді қамшылар, сондай-ақ қасиетті зат ретінде домбыра ілінеді. Төрден оңға қарай, яғни кіреберістен солға қарай, еркектерге арналған бөлігі болып есептелінеді. Ол жерде ер-тұрман, ат әбзелдері, қару-жарақтар, тағы да басқа заттар сақталады. Төрден солға қарай, кіреберістен оңға қарай, яғни шымылдықпен бөлінген әйелдер бөлігі болып табылады. Ол жерде кереует, үй жабдықтары сақталады. Төрге қарама-қарсы есіктің жанындағы кеңістік босаға болып табылады. Сонымен осы көріністерден біз ежелгі қазақтың қолөнерін көре алдық. Ер-тұрман, әшекейлер, әртүрлі бұйымдар, яғни үй кәсіпшілігі. Сонымен қатар сәнді қолданбалы өнер, ою өрнектің түрлерін, ою өрнек символикасын аңғара алдық. Оқулықты пайдалана отырып, қолөнер мен қолданбалы өнердің ерекшелігін анықта. Қазіргі заманға сай, киіз үйдің қолданыс қажеттілігі мен архитектурасын негізге ала отырып, макетін
сыз. Келесі тапсырма. Киіз үйдің жиһаздарына берілген анықтамаларды атауымен сәйкестендір. Мысалы, төсек ағаш, керует, күлдіреуіш, түндікті көтеріп тұратын ағаштан иіп жасалған бөлшек. Жинақтау кезеңі. Сонымен бүгінгі сабағымыз қалай аталады? Үйге тапсырма. Киіз үйдің неліктен конустық емес, жартылай сфералық үлгісі таралған? Қазақ халқының ұлттық тағамы соңғы 100 жыл ішінде қалай өзгерді? Не нәрсе өзгеріссіз қалды? Сонымен қатар, өз еркіңмен жұмбақты талда. Осымен сабағымыз аяқталды. Сұрақтарыңыз болса, WhatsApp, Telegram желісі арқылы қоюларыңызға болады. Назарларыңызға рахмет.